Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қарапайым, жақсы көтерілетін пирог әзірлейтін боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, үстіне құм шекерімізді салып, миксермен жақсылап ақ түске енгенше миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне бір кесе айранымызды, бір кесе сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды, разрыхителімізді үккіштен өткізіп, аз-аздан салып отырамыз. Ұнымыз түйіршіктеліп қалмау керек, біркелкі араласуы керек. Тестамыз қоюлау болса, піскен пирогымыздың объемы жақсы биік болады, және де піскеннен кейін өзінің формасын сақтайтын болады. Дайын тестамызды, листімізді майлап, немесе пергамент қағазын құйып аламыз. Печкамызды 120-150 градус аралығында қыздырып пісіреміз. Пирогымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек болып пісті. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.